Сәлеметсіз бе құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Ролик торсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписаться темелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда 1 шілдеден бастап темекі қымбаттайды. Қаржы министрлігі фильтрлі және фильтрсіз сигареттерге, папиростарға, сигареллаларға және қыздырылған темекі бар бұйымдардың ең төменгі бөлшектері сауда бағамын белгілеу туралы бұйрыққа қол тізімін әзірледі деп хабарлайды Zakon.kz. Атап айтқанда, фильтрлі және фильтрсіз сигареттерге, папиростарға, сигарелларға және қыздырылған темекісі бар бұйымдарға ең төменгі бөлшек сауда бағасы бойынша мөлшерде белгілену ұсынылды. 2023 жылғы 1 шілдеден бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін қоса алғанда 710 теңге, 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап 770 теңге. Түйістірілгендей, темекі өнімдерінің ең төменгі бөлшек сауда бағамы көтерілуіне себеп болады. 2023 жылға 2024 жылдарға акциз мөлшерінің 14% артуы, импорттың шикізат және материалдарының құны орта есеппен 20% артуы, теке өнімінің шикізат және құрамдық бөлшектері логистикалық айтарлықтай күрделенуі, 2023 жылға индустрия инфляциялық 20,3%-ға дейін өсуі, темекі және темекі шығу, тарату және пайдалану қысқарту аясында темекі бағасы да көтеріледі. Бұйрық 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енеді деп көзделуде отыр. Құжат 19 мамырға дейін ашық ниқаб порталындағы веб-сайтқа жарияланды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.